Сәлем достар. Біз қайтадан жолға шықтық. Бүгін соңғы күн Орландода. Сондықтан біз қазір автобус аялдамасына дейін жаяу кетіп бара жатырмыз. Сіздер ойламаңыздар, бізде барлығы мына жақта сондай күшті, бәрі so sweetie емес. Біз қазір мысалға Гетто районда жүрміз. Мына жердің үйлерін көрсеңіздер, мына жердің адамдарын көрсеңіздер, бұл жерде 5 минут аялдамада тұру өте қауіпті. Өйткені адамдары қызық, өңкей қара нәсілді адамдар, және де олар барлығы тұратын жерлері қазір көрсетемін сіздерге. Және де олардың барлығы қалай айтсам екен, кішкене енді жаман жағдайда тұрғаннан кейін, білесіздер, соншалықты бәрі күліп жүрмейді. Бірақ қазір енді кішкене таңертең олардың барлығы ұйықтап жатыр деп ойлаймыз. Біз бұл жаққа кешке жақын келгенде біз қашып шыққанымыз шыны керек. Міне осындай аудан бұл жерде. Негізі Орландоның көп бөлігі қара нәсілді адамдар, сосын испандықтар, олардың барлығы жағдайы жаман. Жаман болғанда қалай мүмкін, енді өздерінен айтып шығар бұндай жағдай. Мынау енді ең тәуір үйлердің бірі. Достар, қараңдар, тура қаланың ішінде мынандай күшті құс жүр. Қандай күшті. Нағыз бір статуя сияқты. Біз Нью-Йоркқа қайтып келдік. Ура, Нью-Йорк! Just take those old letters off the shelf. I sit and listen to about myself. Till the evening again got the same soul. I like the old time rock and roll. Don't try to take me to the disco. You'll never ever. нәрселерді көруге болады. Нью-Йорктың метроларынан. Еврейский
Милуоки аудандамыз. Біз бұған дейін Манхэттенда тұрсақ, енді біз Бруклинде тұратын боламыз. Мына жерде кейбір дүкендер орысша, кейбір дүкендерде орысша заттар, орысша азық-түлік алуға болады. Аптека деп жазылып тұрады кейбір жерлерде. Сол біз кеше көшіп келдік. Өте әдемі район, меніңше. Үйлері мынандай өте жайлы, жанұя, барлық отбасылармен тұрады. Міне мысалға, мына жерде аптека деп жазылып тұр. Иә, біз кішкене Брайтон Бичқа жақындамыз. Қазір біз аэропортқа кетіп бара жатырмыз. Мен жанында Баян Карибаева. Наконец-то. Я в Нью-Йорке. Ең бірінші впечатлениялар. Күшті екен? Пока что метродан басқа ештеңе көріп отқан жоқ қоян, сондықтан суық екен. Кішкене салқын. Алматыға қарады, Алматы жылы. Yo le dije que no soy honesto con ella, contigo. Ал біз қазір қазақ студенттерінің ұйымдастырып жатқан кешіне келдік. Окей, девушка с Казахстана, да, кажется? Да. Да, видео снимаете, да? Да, видео Я вас снимаю. где-то в Ютубе, кажется, видел. Да? Да, я вас всю историю вашу, начиная с Алматы. Да вы что? С Алматы, Прикольно. да, я увидел. А как вы меня нашли? Я, наверное, в друзьях с кем-то. Прикольно. To treat